Я айюхаллазина аману, иман еткендер, ла тадхулу буютан, біреудің үйіне кірмеңдер. Не істемейінше, гайра буютикум, хатта тастанису, рұқсат алмайынша кірмеңдер дейді. Ва тусаллиму аля ахлиха, Нұр сүресінің 27 аятында. Сәлем беріп кіріңдер дейді. Біреуге кірген кезде, ассаламу алейкум ва рахметулла деп, ва баракатуху деп кірсе, Алла Тағала Нұр сүресінің 27 аятында мұсылмандарға әмір етіп жатыр. Әмір қалай болып жатыр? Тусаллиму, сәлем беріңдер. Я айюхаллазина аману, я иман еткендер, ла тадхулу, кірмеңдер, буютан гайра буютикум, өздерің үйлеріне басқа үйге кіретін кезде кірмеңдер, хатта тіпті тастанису, рұқсат алып, ва тусаллиму аля ахлиха, сол семьяға сәлем беріп кіріңдер дейді. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Мен сендерге бір-біріңе деген бауырмашылықтың, бір-біріңді жақсы көрудің жолын айтайын ба дейді. Сахабалар, бәлә я Расулулла дейді. Айт. Не дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Афшус салам байнакум. Араларыңда сәлемді жайыңдар дейді. Амандасу арқылы мұсылмандық ортада бауырмашылық оянады. Бір-біріне деген татулық пайда болады. Бұл амандасу арқылы болатын нәрсе.